Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәліметтер түрлері. Бүгінгі сабақта сіздер мәліметтің түрлерімен және де деректерді жүктеумен танысасыздар. Балалар, Python тілінің алфавиті латын әріптерінің үлкен А-дан Z-ке дейін және кіші әрпі А-дан Z-ке дейін қолданылады. Цифрлары қолдануы 0-ден 9-ға дейін. Арнайы символдары жақша, сызықша, тор көз, жұлдызша, тағы сол сияқты символдарды қолданасыздар. Тыныс белгілері үтір, нүкте және қос нүкте. Логикалық амалдарына үлкен және кіші тең амалдары қолданылады. Сонымен қатар Pythonда меншіктеу операторы қолданылады. Меншіктеу операторы дегеніміз айнымалыға жаңа мәнді жүктеу. Меншіктеу операторының тыныс белгісі тең белгісімен белгіленеді. Синтаксис тілінде айнымалының аты тең өрнекке болып жазылады. Мысалы, А айнымалысы тең 5-ке, Б айнымалысы тең 12-ге. Енді балалар, меншіктеу операторына мысал келтірейік. Мысалы, А айнымалысы тең 25-ке, Б айнымалысы тең 45-ке, С айнымалысы тең 65-ке деп алайық. Мұндағы Д айнымалысын табуымыз қажет. Енді осыны Python тілінде жазып көрейік. Python тілінде D print деп жазылады. Print дегеніміз біз өткен сабақта өткен болатынбыз. Мұндағы Python тілінде D тең А қосылған Б қосылған С болып жазылады. Мұндағы өрнектердің үшеуінің қосындысын ең әуелі табу үшін D print тең болады 3 қосындының мәнін табу. Бұны ең алдымен мәнін нәтижесін көру үшін ең алдымен біз сақтаймыз. Сақтағаннан кейін бұның нәтижесін көру үшін F5 пернесін басамыз. F5 пернесін басқаннан кейін бізге нәтижесі шығады. Нәтижесі 3 амалдың қосындысы 135-ке тең екенін көреміз. Осымен балалар біз меншіктеу операторының жүктелуін үйрендік. Осымен бүгінге сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.